Армандай біл. Бұл менмін. Ал мынау менің әкем. Ол өсірген көкөністерімізді қалада сатады. Маған үнемі сый-сияпат әкеп тұрады. Саған қарашы, қандай күнделік алып келдім. Ішіне өзіңнің армандарыңды жазып жүрсең, міндетті түрде орындалады. Кел. Мені әжем және әкем тәрбиеледі. Әжем мені жақсы көріп, еркелігімді көтеретін. Мен дүниедегі ең бақытты қыз болатынмын. Дәл солай. Арман тілектерімнің бәрін күнделігіме жазатынмын. Күндердің күнінде тілектерім орындала бастады. Алдымен аю пайда болды. Содан соң мынау. Мен жорға тіледім. Менің тілегімнің бәрін күнделік орындады. Бір күні әкем қаладан оралмады. Әжем бұдан былай, әкем көкте болады деді. Сол сәттен бастап, тілегім орындалмайтын болды. Алматыда дұрыстап бесік оқы, ұстаздарыңды тыңда, сабақты жіберме, басыңды сақта, байқап жүр. Егер байға тисең, сабақтан шық кет. Қойшы әже. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген мақалды білетін шығарсың, құлыным ау. Сол басқа түскен. Осы сөзімді тыңда, әжеңнің. Қарғам сол, алтыным, жаным сол. Бар енді, қайтайын енді. Бар, байқап жүр, байқа. Ай, жаным сол. Енді басқа тақырыптарды қысқаша қамтып өтсек. Бүгін Алматыда жер асты дүмпулері болады деген болжам бар. Бірақ сейсмологтар дүрбелең көтеретін себеп жоқ деп сендіреді. Алматылықтар 3-4 балл шамасында жер сілкінісін сезеді. Ал солтүстік пен оңтүстік Кореяның көсемдері саяси және экономикалық мәселелерді реттеу мақсатында кездеспекші. Таңғы жаңалықтар осындай. Онымен сіздерді таныстырған Мадина Балғабаева. Қайырлы таң. Күндеріңіз сәтті өтсін. Мені ояттың ғой, Барбос. Сен де өміріңде шетел көрген жоқсың ба? Туған күніңмен, жаным, күнім, тәп-тәттім. Жалғызсырама, Барбос. Мен теледидарды өшірмей кетем. Күшейтін өрмекшілер олжасын оп-оңай қолға түсіріп, біраз уақыт азық етеді.
Эй, Марияш, сәлем. Сәлеметсіз бе, Коля аға, мынау сізге. О! Эй! Кетчуп қайда? Ту, есімнен шығып кетіпті, кешіріңіз, қазір. Ай, жастар-ай. Міне, өзіңіз алыңызшы, асығып тұр едім. Не, сыйлық алдың ба? Ай, жарайсың. Жарайды, жақсы. Шөп шалаң қосқан сорпа ішесің бе? Неге? Асығыспан. Ай! Жай айдасаңшы енді. Жер сілкінісі ғой. Қайдағы жер сілкінісі? Жөндеп айда көлігіңді. Қыздар, боянған түрін қараңдар. Түрін. Сұмдық. Бояуды қайдан көрдіңдер? Бетіндегі түрінен бе? Үй. Қыздар, қайырлы таң. Әдемі боп кетіпсіңдер. Рахмет. Өзің де сондай гүлдей боп тұрсың. Айдынға сыйлық алдыңдар ма? Ол сыйлықты қайтет, өзім сыйлықпын. Оған ұнары анық. Ұнататын қайдан білесің? Ол қуырған жұмыртқаны жақсы көреді. Ішімдіктің тәуірін ұнатады. Жылқының шұжығын жақсы көреді. Ал бәрінен бұрын көк түсті жақсы көреді. Бауырым, ішіндегі тәуірім, бәрі дұрыс па? Енді қажеті жоқ. Жазира, мына жерді жуыңыз. Отырыңыз, Жазира тәте, өзім жинайым. Сен не үшін жуып жатырсың? Мен оған жұмысы үшін ақша төлеймін. Саған ешкім көк тиын да төлемейді, түсінесің ғой? Бұл сіздің сілекейіңіз ғой. Бейшара. Айтпақшы, мынау сізге туған күніңізбен. Бауырым, ішіндегі тәуірім ақша түскен бойда бірден саған сыйлық алып берем. Болмаш нәрсе сыйлағым келмейді, мені білесің ғой. Сен де сешкен асын жерге қоям ғой. Көп рахмет, бірақ ақшаңды босқа шығындап қайтейін деп едім. Қазақстан классика дейшін? Рас па? Мәссаған! Қалай? Сонша ақшаны қайдан алдың? Жарты келі картоп пен нанның жартысын бересіз бе? Несиені не үшін аласыз? Оқуға төлейсіз бе? Иә. Тіс шұқитынның жартысын сата аласыз ба? Жоқ, сата алмаймын. Олай болса, сіріңке беріңіз. Мінекей. Мәссаған! Рахмет! Керемет сыйлық. Оқасы жоқ. Ұнағанына ризамын. Жанел, қандай сыйлық жасағанын қарашы? Керемет. Құтты болсын. Мәссаған. Ал мынау менің сыйлығым. Қоя тұра, бұл ештеңе білдірмейді. Бәрің тыңдаңдар. Қызметтестер хикаясы деген болмау керек, оқтыңдар ма? Алаңдай бермеш. Тыңдаш, Мариям. Мына жер түсіртіп болған соң көлігіңді жуып берші. Айдынның жан досымын ғой. Қане, саған ақшасын төлеймін. Қане, бара ғой. Қане. Сыртына байлап жу, таза болсын. Жарай ма? Рахмет. Көп рахмет саған. Рахмет. Ей, жолы болмағыр. Орныңды біл. Сұрқыңа қара. Адам сүйер қылығың жоқ. Кезінде сендейлерді тырқыратып қуатын едім. Өзің ойлашы.
Бір бөлмені сонау гресте жалдайсың. Айдын оның қайда екенін де білмеді. Былтыр ол Доминиканда. Ал сен Қапшағайда демалдың. Бір-біріңе сай емессіңдер. Сенің теңің емес. Ол бүркіт, ал сен үй тауығысың. Картоп қосқан. Ай, қарным ашып кеткен сияқты. Қойшы, мен кеттім, тамақ жейін. Жұрттың бәрі маған неге шүйліккенін білем. Ай, қойшы жарайды. Саған өзім аға айтып берейін. Өйткені біріншіден сен ақымақсың, екіншіден аңқаусың. Бір түрлісің. Қылығың бала сияқты. Қалай, дұрыс айттым ба? Дұрыс. Оның үстіне өзіме сенімсізбін. Өзіңе ештеңе жасамайтын адамдар болады. Бірақ қарадай жүйкеңді тоздырғанда қандай. Ал сен солардан да асып түсесің. Сен менің ғана емес, айналаңдағы жұрттың бәрінің жынына тиесің. Үй, кетшей. Бар, тамақ жей. Мейрамхананың тамағы дәмді. Сенің таңғасыңда емес. Дәмді әрине, бірақ мейрамханадағыдай емес. Сіз салмақ қосқан сияқтысыз. Арықтағаныңыз дұрыс ау. Қайдағын айтасың ау. Арықта дейді. Көңіл қошың жоқ қой. Түсінесіз бе? Мен күнделігіме Айдын маған ғашық болсын деп күнде жазам. Ал ол әлгі Жанелді ұнатады. Мен дүниедегі ең бақытсыз адаммын. Мен дүниедегі ең бақытсыз адаммын. Қайдағын шығарып, не боқ болды? Бақытсыз дейді. Жұрт қатарлы болғым келеді. Әдемі өмір сүріп, танымал болғым келеді. Шіркін достарым көп болса, күшті жігітпен кездессем деймін. Сен бар ғой. Өмірім жігітің болмағандай айтасың. Қош, сонда өміріңде ешкімді сүйген жоқсың ба? Қош. Ал сіз нені армандайсыз? Менің арманым жоқ. Мен бақыттымын. Биікті бағындырдым. Бір ғана арманым бар әрине. Ән айтуды үйренсем деймін. Сиқырлы таяғым болса ғой шіркін. Сермеп қалсаң, болды. Айдын маған ғашық болады. Ай. Тыңдаш, бәлкім әлгі Айдын сен сүйетін шығар. Ол туралы өзі де білмейтін шығар. Сезіміңді оған айттың ба? Дұрыс айтасыз. Ол шынында мені сүйетінін білмей жүрген шығар. Айтып отырмын ғой. Мен бұны дереу күнделігіме жазайын. Күнделігімді жұмыста қалдырып кетіппін. Оны өмірі жанымнан тастамайтын едім. Мейрамханаға қайтып баруым керек. Ертең бара салмайсың ба? Болмаса дәретханаға арналған қағазға жаза сал. Жоқ, тілекті кейінге қалдыруға болмайды. Мен үшін маңызды екенін білесіз ғой. Егер бірден жазбаса, тілек орындалмайды. Ойдың ғарыштан келетінін білесіз ғой. Яғни, жол ашық деген сөз. Орындалуға әзір тұрады. Бойыңда күш қуат тасып тұрғанда жасау керек. Болмаса кеш болады. Неге жігітсіз жүргенің белгілі болды. Сендей досымның барына шүкір, бауырым, ішіндегі тәуірім, туғаным. Өзіңді білесің ғой, сен үшін кез келгенін.
бәрімізді шақырғаныңа көп рахмет. Ешкімді ұмытпапсың. Туған күнің мен, бауырым. Айдын үшін, бауыр үшін. Мына бейшараны кім шақырған? Мариям? Бір затымды ұмытыппын. Серуендеп қайтайын десем, анда Сүйінбай көшесінің бойындағы саябақта қаңғыған иттер толып жүр екен. Білесің бе, жаңа ғана саған хабарласайын деп тұрғанмын. Өзің келдің. Қане орын тауып отыра сал. Енді мен білмей тұрмын. Түрім болса, мынау... Онда жолыңнан қалдырмайық. Бауырым шығарып салшы. Сау бол, кездескенше. Айдын. Дегенмен шақырған жерден қалмайды. Сәлем. Мә, ұстай ғой. Рахмет, мен ішпеймін. Күлкімді келтірмеш. Мә, ұста. Ұста деймін. Рас айтам, ішімдікті өмірі ішкен емеспін. Енді бір көру керек қой. Ала ғой. Қалай екен? Дәмді екен. Айттым ғой саған. Қышқыл, шырын сияқты. Иә. Білесің бе, шынымды айтсам, сен жақсы қызсың. Сенің жаныңда жадырап жүрем. Кереметсің. Жаным сол. Жө ғой, іш. Қане, тоқтама. Ой, жарайсың. Не деген сүйкімдеді? Сондай сүйкімді деймін. Кім? Айдын ба? Қараш өзін, менен көз алмай отыр. Кім? Әп-әдемі. Шүйкеме тиіп болды. Бауыр, мені қалқалап тұрш. Мен оны сүйетін сияқтымын. Жоқ. Шынымен сүйем. Ондай болса, сен бар да тура бетіне айта ғой. Қанеки, іске сәт. Иә, қыздардың алғашқы қадам жасағанын жігіттер ұнатады. Дәл солай. Сипағанда қойыңдар шей. Ондай болса, қасына барып, шындықты ақтара салмайсың ба, а? Айтайын ба? Әрине, қазір айтпасаң кеш болады, а? Иә, бар. Барда құштарлығыңды көрсет. Қане, батылырақ бол. Бар. Бол енді, алға. Күндердің күнінде сенің өміріңді күрт өзгертетін адамды табасың. Бұл ғажап сәт. Мейлі, ол шексіз бақыт болсын, не жаныңды жегідей жер сезім болсын. Тек бұрынғы қалпыңда қала алмайтыныңды түсіне бастайсың. Сен менің пешенеме жазған сыңарымсың, өмірімсің, жұмағымсың, тағдырымсың. Саған деген сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмайым. Білесің бе, екеуміздің арамыздағы байланысты ешкім ұғына алмайды. Мен сені сүйем. Бұл не сандырақ? Мен сені сүйем, Айдын. Маған үйленем деші. Сабаңа түс. Несің бе? Сабыр ет. Екеуміз бақытты боламыз, рас айтам. Қараңдар, тағы
не жазғанын қараңдар. Айдын түн сайын түсіне кірсе деп жазыпты. Дәмесінің зорын. Армандапсың ақтоқты қыстың күні көкшіпті. Бауырым, не істеп тұрсың? Мынаны ары алып кетші. Жүр, кеттік. Болды, кеттік, болды. Жібер мені. Біз бір-біріміз үшін жаралдық. Қойш, кет үймем дүздің ғой. Бұларың не сендердің? Видеоны өшіріп тастаңдар. Мен мұнда қайдан жүрмін? Үйіңе сәл ғана жете алмадың. Осында қондың. Иә, су ішіп ал, көмектеседі. Көбірек іш. Есіңді тез жиясың. Қондырғаныңызға рахмет. Қойш соны. Қасымда қонған ең бірінші адам болдың. Бәрі дұрыс. Ештең етпейді, қазір-ақ жазылады. Сағат қанша болды? Байқаймын сенің күн мен түнің ауысып кеткен ау деймін. Айтпақшы, жұмысыңа да кешіктің. Жұмысыңа кешіктің дейім. Қалай? Абайлап жүр. Сонау жерден мүңкіптір. Жастар не боп кеткен? Түнімен қыдырады, түнімен ішеді. Қыз балаға ол жараспайды ғой. Иә. Ей, көзіңе қара! Не болды? Не боп қалды, ей? Жедел жәрдем шақырту керек. Қане, тезірек. Екеуміз бақытты боламыз, Айдын, рас айтам. Айдын, сәлеметсіз бе? Кешіріңіз мені. Алдыңызда ұяттымын. Енді қысқасы жұмыстан шығайын деп келдім. Күнім, шығып қайтесің. Сені өзім ақ шығара салам. Мұндай жүкті мойның алып қайтесің. Бұйрық шығарып дайындап қойдым. Қол қоя сал. Ақшаңның қалған есептеп берем. 2700. Түсінші, бізді қызметтестер хикаясына тыйым салынған. Маған деген сезіміңді ескерсек, екеуміз бірге бола алмаймыз. Оның үстіне талғамыма сай емессің. Қандай қыздар ұнайды? Бауыр,
Иә, бауырым, тыңдап тұрмын, бауырым, тәуірім не болды? Маған қандай қыздар ұнайтынын түсіндіріп берші өтінем. Реңді, таудырмаш, ерінді, есі кетіп бәріне дайын болатын инста қалқатайлар. Инста бьюти блогерлер сияқты. Әлгі Бомбита офишал есіңді ме? Иә. Хабарлассақ қайтеді? Онда оларды жұма күнге шақырайық, иә? Оқтым, үй жалдаймыз ба? Новаидің бойындағы әлгі үйді жалда. Хауыз Иә, бар иә, еще, иә, есіңде ме? Мен сау болыңыздар. Қысқасы, саған не десем соны істе. Оқтым. Жұма күні Новаидің бойы құрбыларын ертпесін. Кімнің есебіне қыдырамыз? Соны айтшы. Мен кейін төлейм, әзірше сенің есебіңнен болсын. Көрдің бе, әке? Сенен басқа адамға керегім жоқ екен. Мені ешкім сүймейді. Мен бәрінің жекесіне тием. Сен кеткелі күнделігімдегі тілектерім орындалмайтын болды. Неге бұлай болды? Өмір сүріп қайтем. Одан да ана жігіттің орнында мен болғанымда. Плахыр! Мен тіпті балағаттауды да үйрене алмадым. Абайлаңыз, сіздің тілегіңіз орындалуы мүмкін. Әсіресе қағазға жазылса. Менің тілегім орындалмайды. Жоқ, рахмет, керек емес. ішіне өзіңнің армандарыңды жазып берсең, міндетті түрде орындалады. Жарайды. Демек, маған керек болмағаны. Бұл өмірімдегі ең жаман күн болды. Бүгінгі күн тездетіп өтсе екен. Мәссаған, мен... Абайлаңыз, сіздің тілегіңіз орындалуы мүмкін. Әсіресе қағазға жазылса. Түсінбе? Не істейм? Енді қайттым. Мұнда біреу бар ма? Сіз қазақша сөйлейсіз бе? Әрине қазақша да сөйлейміз, орысша да сөйлейміз. Енді қазақпыз ғой. Біз екеуміз бір жұма уже осы жерде демалып тұрмыз ша. Сен қашан келдің? Мен осында қалай келгенімді білмеймін. Мен дереу Қазақстанға қайтуым керек еді. Менің құжатымда, ақшамда жоқ. Естіп тұрсыз ба? Excuse me, ша? Speak English, ша? Туф!
рет жұмыс істесе, екінші ретте жұмыс істеу керек. Ey kızım, tuvalet bu bana bir. Kızım kalk tas. Ey Meryem, sensin be? Айтпадың ба келемін деп? Әже, аяқ астынан Дубайдан келіп қалдым. Сен түсінбейсің, өзім де түк түсінбедім. Басымды қатырмаш, өзің күйеуге шықтың ба? Тоқта, мен қазір шығамын. Мәриям, қайда кетті? Есіңде болсын, бұл аса маңызда. Мәриям, сабаңа түс. Самаған дейсің. Сабыр ет, Мәриям. Мен тікелей эфирдемін. Достарымның бәрі Тыныш. сенің түріңді көреді. Достарым көп. Мен тікелей эфирдемін. Ұқтың ба? Менің достарым өте көп. Мен тікелей эфирдемін. Мені сенен өзге адам көре алмайды. Тіпті камераңда мені көрмейді. Түсім ғой. Жаман түс көрген екенмін. Дереу ояну керек. Я, дереу ояну керек. Қайтарам, қазір қайтарам. Қатып қал. Енді сөйлесуге болады. Сонымен қаламсапты пайдаланудың ережесі. Бұл қаламсап жүрегіңді тыңдайды. Сонымен қатар әріп қатесін жібергенді жақтырмайды. Яғни арманыңды қатемен жазсаң орындалмайды деген сөз. Түсінікті ме? Сен кімсің өзі? Мен сенің періштеңмін. Ішіндегі сиясы да ұзаққа шыдамайды. Күндердің күнде таусылады. Сондықтан арманыңды абайлап жаз. Жарай ма? Жібер мені. Айғайламайсың ба? Жоқ. Түсім екен ғой. Жаман түс көріппін. Сиқырыңды тексеріп көрейік. Дұрыс екен. Қалай? Пайдаланып үйрендің бе? Сен
кешір әрине. Бірақ аяқ астынан пайда болғаның зәремді ұшырды, түсінесің бе? Кешір. Осы дұрыс шығар. Әлде қайда дұрыс. Рұқсат па? Бұл қаламсап кез келген арманыңды орындайды. Сен қалаған жеріңе барып, қалаған адамыңмен таныса аласың. Олай болса... Дүние жүзіндегі аш адамдардың қарнын тойдырып, бейбітшілік заман орнатуға болады. Ал сен мына сөмкені таңдадың. Айтпақшы, бұл сөмке Немене? локацияны ауыстырғаныма кешірім өтінем. Менің бір шаруам бар еді. Ей, бармен, маған бір коктейль әзірлеп бер. Қандай коктейль қалайсыз? Мохито, маргарита, көгілдір гавайи, не болмаса космополитен, пинаколада. Бәйел өкім әлде Жалғастыра бер, даусың ерекше екен. Куба Либри, Кандамәри, күнбатыс күншығыс, жағажайдағы демалыс. Тоқта, осын әзірлеш. Әп-сәтте әзірлеп берем. Сонымен өмір бойы жолым болмайды дейсің бе? Иә! Білесің бе, қыздарға қарағанда жігіттердің жолы болғыш. Бала тумайсың, үй жинамайсың, енемен ұрыспайсың. Ұл бала болып туғанымда ғой шіркін. Не болды? Даусыма не көрінді? Не істеп қойдың? Саусағым не деген үлкен? Қайда? Ой, не істеп қойдың? Нұрлан Қоянбаевпын ба? Мен оны жақсы көрем ғой. Мұрнымды қара. Мәс саған. Денесі жап-жақсы екен. Қозы қарны бар. Маған бір ой келді. Махаббатпен Не жазып жатырсың? Мәриям. Нұрлан тапқырлар алаңындағы сүйікті ойыншым. Нұрлан. Болды. Қолтаңбасын алсам деп армандап жүрем. Керемет. Сен бұны қалай жасадың? Қолыңнан не келетінін көрсетіп жатырмын. Мына қаламсаппен қалаған кейіпке айналасың. Бүркітте бола аласың. Құс па? Әнші? Ғаламторда 2 миллион досым бола ма? Түрлі сыйлық ойнатам. Бүркіттің бе? Бүркіт? Ерніне ботық жасатқан дейтін еді. Жоқ, өзінікі екен, өзінікі. Ұқсаймын ба? Аумайды. Бәрі жақсы болады. Мен бүгін осы түріммен қыдырайын ба? Жоқ, болмайды. Ол үйленген. Балалар бар. Өмір ойдағыдай. Туй! Мінеки, сіздің коктейліңіз. Сенің даусың қызық екен. Телеарнаға бармайсың ба? Немесе жаңалыққа ма, түсіндің бе? Менсіз ішің пісіп отыр ма? Танысып қояйық. Ей, Джокер! Дауысты бармен жігіт! Тағы құйшы! Сонымен біз не деп едік? Байқамай төгіп алдым ау деймін. Бісміллә! Не? Не боп қалды? Ақшасын кім төлейді? Коктейль жасап үйрендің бе? Ақшасын алдын ала ал деп едім ғой. Әлгі жігіт... Жұмыстан кет. Жұрттың жүйкесіне тиесің деп, Жазира тәте рас айтқан екен. Шын мәнінде, сен тек өзіңнің жүйкеңе тиесің. Сенің бір шаруаң бар еді ғой.
жаңа қашып кеткен жігітті сәл кідіртіп алдым. Әйтпесе ол жол апатына түсетін еді. Сенің арқаңда адам өмірін сақтап қалдық. Менен саған не керек өзі? Керісінше саған сергіп, көңіл күйіңді көтеру керек. Өйткені шаттық бар жерде бақыт та бар. Саған мені бақытсыз деп кім айтты? Мен ешкімге керексізбін. Мені ешкім жақсы көрмейді. Өмір сүргім келмей, екі әріп жазылмай қалыпты. Келет деп жазу керек қой. Сен де мені түсінбейсің. Олай болса өзгерт. Ал енді не деп жазайын? Өзің шын мәнде қалайтын нәрсені. Менің басшы болғым келеді. Барлығы мені ғана тыңдаса. Қане, жатыңдар! Тыңдаңдар мені! Ақша қолымызда. Енді не істейміз? Хей, жат дедім саған, жат. Енді қайттық, енді қайтеміз. Білмеймін, басшы сен ғой, айт. Білмеймін, Кеттік. мен білмеймін. Ей! Қане, айда. Тездет, Анель, жылдам жүр. Тездетсеңші. Ақша қолымызда. Не боп жатыр? Неменеге сасып қалдың қыз сияқты? Олар соңымыздан келе жатыр. Жылдам бол. Айда, жылдам бол. Бас, Анель. Бол, бас. Бол, бас, Анель. Айтқан түрің осы ма? Анель, тура жүр. Не боп жатыр? Мен тек осылай орындалатынын білген жоқпын ғой. Балағаттай алатын бетім. Бұрыл қане, бұрыл. Жарайсың. Қалып қалды. Жарайсың. Шынымды айтсам қорқып кеттім. Әйтеуір қашық бұтылдыға. Артымыздан қуғыншы көрінді. Жетер! Бас, қане бас.
қол көтер. Үшке де санаймын, бір, екі. Үйге! Тірі қалдым-ау. Ағашым, жерім, туған жерім. Бұлқи. Не? Бұл не? Мына қызға тошны күйеу керек екен. Әйтпесе солай салпақтап жүріп қалады. Бет аузы боқ-боқ болды. Мен өліп қала жаздадым. Менің тілегенім бұл емес еді ғой. Тілекті анықтап жазу керек. Ақырын. Оу, жолға қара. Мен көлік айдай алмаймын ғой. Мен саған көлік айдай алам. Жақсы, айдай алатын сияқтымын мен. Белдікті тақ. Керемет! Тамаша! Роллс-Ройс, оңға бұрылыңыз. Оңға. Жүргізуші куәлігім жоқ қой. Мені өмірі ГАИ тоқтатқан емес. Енді қайтем, а? Бізді басқа жерге ауыстыра салшы. Қолымнан келеді ғой. Өтінем. Бәрі дұрыс болады. Капитан Кольце! Иә, мәссаған тұра-тұр. Қазір айтам, тоқта. Сен анау Баян Есентай мол. Жоқ, тұра-тұр. Қазір есіме түсірем. Роза Рымбаева. Жоқ, олай емес. Жақындау. Мақпал Жүнісова. Жоқ. Аузыма түспей тұр құрғыр. О, Айшаның күйеуі. Ей, сері жігіт. Өтінішімді орындашы. Үйімде 3 күн қонбадым. Әйелім сұраса сен мен болдым дей салайыншы. Келістік пе? Суретке түсек. Не? Салқындатқышпен жүрме. Тамағың ауырады. Суретке түсек. Бауырым, сымбатты екенсің. Ей! Той өткізерді қымбат баға айтпашы, әйтпесе халықтың қалтасы көтермейді. Жалпы жақсы жігітсің. Біз сені жақсы көреміз. Ей, ырза болдым саған. Біз сені өте қатты жақсы көреміз. Ей, жарайды, мен кеттім. Мә, ұста. Жарайды, мен кеттім. Бұл сенің мазағың ба? Маған не қыл дейсің? Неге қайтадан бір күткен алдырдың? Маған оның әндерін айт. Адамда марқайтып тастайды. Міне? Кеттік. Жанасы сәлемімді менің бірім сүйім бай Алло, ау жаным. Қайдасың? Балық аулап отырмын. Таңертең Мейрамбекпен балыққа барамыз дедім ғой. Қойшы, Мейрамбек қайда? Міне? Қалайсың, Айша? Не болды үйден шықпайтын серігіңді іздеп? Кеші. Ертең жеткіземіз. Ойың алма. Қалжыңдап отыр. Не болып қалды? Ештеңе, жаңа ғана сені көргендей болдым. Шатасып қалған сияқтымын. Қалай, балық түсіп жатыр ма? Түскенде қандай? Болады, түсіп жатыр, қорқпа. Қайта, мынадай сазан түсіп жатыр. Мынандай. Солай ма, жарайды, жақсы. Болды, енді хабарласа берме. Кейін хабарласам. Шудан ештеңе естілмей жатыр. Жарай ма, жаным? Жарайды. Ұқсатқан екенін ғой. Капитан Кольцов! Сәлем! Айша қалғалай. Жаңа ғана сенің күйеуіңді көрдім. Бір қызбен кетіп бара жатыр. Әзіл ғой. Суретке түсуге... жарайды. Кешіріңіз.
банк тонап қайтайын деп едің? Оны әншейін-ақ Рас екен ау. Бай болайын деп тілей салмаймын ба? Дәулетті болайын. Мен Қазақстандағы ең бай адам болғым келеді. Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! тағы үйіңе қайтасың ба? Киноға барайық та. Мен абдырап қалғанда ойыма бірінші сол түседі. Әжеңнің жүрегі ұстап қалатын болды. Енді кино болса, кино. Сенің қаламсабың дұрыс істемейді. Жалпылама айтқанды ұнатпайды. Нақты тілек жазу керек. Ал сиясы бітіп қалса не болады? Ештеңе болмайды. Екеуміз қоштасамыз. Мен одан әрі жұмыс істеуге барам. Келесі тілегің белгілі болды ма? Білмей тұрмын. Білмейтін несі бар? Сен неменеге ұмтылып едің? Енді менің тілегім тек... Тұра тұр. Қызық жері. Мен не қалайтынымды білем. Анықтап жаз. Менің тілегім, Жапаков Айдын Саматұлы оң жақ бөксесінде қалы бар. Киім ауыстырғанда көріп қойдым. Маған ғашық болсын. Мәриям. Бикеш, тұрыңыз. Не болды? Ұйқым келді. Кететін уақытыңыз болды. Бикеш, қане тұрыңыз. Не болды? Сен түсінбейсің. Мен дүниедегі ең әдемі қызға ғашық болдым. Ал мен ұмытқан жоқпын. Кеше маған айтқансың. Маған да, маған да айттың ғой. Қыздар, бәрібір түсінбейсіңдер, мен дүниедегі ең сұлу қызға ғашық болдым. Оның есімі Мәриям. Сен кімсің? Жарайды қош. Қане тұр, қайтыңдар. Гүлді ал қалқам, мінекей, қане кетеміз. Барыңдар, артық шықпайдың ба? Қане тұр, қайта ғой. Қане қыздар тұрып, үйлеріңе қайтыңдар қыздар. Жылдамырақ. Мәриям. Көп рахмет, қане. Бауырым, қыздардың бәрі қайда кетіп барады? Бауыр, тыңдаш. Маған бұның қажеті жоқ. Түсінесің бе? Маған махаббат керек. Гүл сыйлағым келеді, оны сүйгім келеді. Мәриям, оның есімі Бауырым, Мәриям. әлгі дәріге өс болма деп қанша рет айтам. Мәселе онда емес, бауыр. Оны сүйетінімді түсіндім. Жарайды. Ал, сағатым қайда? Сағатым, сен неғып жатырсың? Сағатым мұндыка қой. Тұр. Оян, айналайын, қане тұр, кету керек үйіңе қайт. Рахмет, қыздар. Уақытты жақсы өткіздік, сендерге хабарласам. Менің телефон нөмірімді білмейсің ғой. Білгімді келмейді. Көп рахмет. Қане қайтыңдар, жылдам. Бауырым, біреуім болса да қалдырайықшы, а? Иә, біреуін қалдырыңдаршы. Жоқ, қайдағын айтпаш. Сен де қайт, қане, қайт. Барыңдар, жылдам. Болды. Жоқ, мен. Болды. Мынау сенікі. Болды. Рахмет, достар, сау болыңдар. Алло, Мәриям, сәлем. сәлем. Ештең айтпа, тыңдасаң болды. Саған арнап өлең жаздым. Алло, естимісің? Я. Тыңдап тұрмын. Сөзіңді бөлме дедің ғой, мен тыңдап отырмын. Сен ғажайып адамсың. Сен ерекше жансың. Сен өзгеге ұқсамайсың. Қыздар менен мереке қажет емес біздерге. Қажет емес. Майшам менен отырсақ. Екеуміз бірге шармен көкке ұшсақ. Суретке бірге түсеміз. Қалай, ұнады ма?
Өмірімде мұндай ғажап өлең естімеппін. Мәриям, мен бәрін түсіндім, қателесіппін. Сені жұмыстан босқа шығардым. Маған тұрмысқа шықшы. Не дейсің? Сені жұмыстан босқа шығардым деймін. Маған тұрмысқа шықшы. Жұмысқа қайтып кел дегің кеп тұр ма, солай ма? Я! Сосын маған тұрмысқа шық. Алдымен кездессек қайтет? Әрине. Жоқ кешір, дәл қазір екеумізге мейрамханада үстел әзірлесін деймін. Жарай ма? Керемет! Жүрегімнің лүпіліне. Саған ұнады ма? Балмыздақты жақсы көрем. Балмыздақтың не қатысы бар, сен туралы сөйлесейік. Тағы ма? Бақанда 2 сағат бойы сен туралы айтып отыр. Енді өзің туралы сөйлессек қайтет? Не айтады? Әкесінің арқасында шалқып жүрген анасының еркесі? Өзім туралы не айтайын? Бұл өмірде бәріне өзім қол жеткіздім. Және өзімнің ақшама пәтер, көлік алдым. Осы мейрамхананы аштым, мінекей. Мақтан шағын ай өзінің. Қазақ емес пе? Өзіне тән қасиет. Неге маған бірден тұрмысқа шығуға келіспедің? Әлде біреуің бар ма? Жоқ. Шыныңды айтып отырсың ба? Өтірік айтқанды ұнатпайым. Рас па? Мына жігітке дәрігер керек. Мәриям, сенен дұрыстап сөйлесуің керек. Болды, жетер. Шаруам бастан асып жатыр. Мен кеттім. Тұра тұр. Несіне күтем? Сезімімді жасыралар емеспін. Енді тым жылдам сияқты. Ей, бер кел. Мәриям, маған тұрмысқа шықшы. Маған бала тауып берші. Мен сен алақанымда аялап өтем. Бәрі жылдам боп кетті. Сенің скрипкада ойнайтыныңды білмеппін. Тек ол ғана емес. Білесің бе, мен үйді де жинай алам, тамақ пісіре алам, бала да туалам. Болды, жетер. Енді қайтейін. Мәриям, сенің қолыңнан келмейтін істі Мәриям істей алады. Қызғаныштан іші күйсін. Бұл не? Мәриям, маған тұрмысқа шықшы. Бауырым, ішіндегі тәуірім. Рас айтасың ба? Сенімдісің бе? Ал сен сенімдісің бе? Араларыңда бірдеңе болды ма? Енді бір рет оның көлігін жудым. Араларыңда бірдеңе болды ма деймін? Жоқ, бауырым, ішіндегі тәуірім. Жоқ. Мәриям! Мен сені сүйем. Сен және мен, біз бір бүтінбіз. Мен сенің бойыңдағы барлық қасиетіңді жақсы көрем. Сенің қарағаның, киінгенің, жүріс тұрысың. Сен не істедің? Жаман адам. Бұны өзіме қалдырайыншы өтінем. Жанымда болмаған кезіңде иіскеп жатам. Сонымен маған тұрмысқа шығасың ба? Білесің бе, дәптеріме бір нәрсе түрте салайын. Мәриям, түсінші.
Сен мен алдап тұрсың. Бауыр екеуіңнің араларыңда бір нәрсе болды. Мен өтірік айтқанды жақтырмайым, Мариям. Өтірік айтқанды жақтырмайым. Өтірік айтқанды ұнатпайым, түсінесің бе, Мариям? Сені оңаша қалдырсам болды, басыңа бәле тілеп аласың. Қазір жылнасың. Осы адамдарды түсініп болмайсың. Сендер бақыт қол жетпейтін жерде деп ойлайсыңдар. Айналаңа қараш. Не деген керемет. Қайда тұрмыз? Бұл Эверест тау ма? Ха! Бұл шымбұлақ. Әдемі екен. Алматыда қанша тұрсам да бұл жерде болмаппын. Осында туып, бұл жерді көрмеген, көрмей кететіндер де бар. Өкінішті. Айдынға не болған? Ол қызғаншақ екен ғой. Мен дәптерге олай жазған жоқпын ғой. Егер өзіңді білмесең, сенің не қалайтыныңды кім біледі енді? Қаламсаптың күшімен емес, мені жай ғана сүйсе екен деймін. Түсінесің бе? Сонымен тағы тілегің бар ма сенің? Иә. Енді реңді, салдырмаш, ерінді, есі етіп, бәріне дайын болатын нағыз инста-сұлу болғым келеді. Амансыз ба? Қойшы. Ғаламтордағы суретте мені белгілеші. Мені де өтініш. Мені белгілемей қой. Өтініш айтып сені әбден мезеткен шығар. Түсініктеменің астына менің атымды жаза сал. Ал сонда не жазам? Білмеймін. Ойыңа не келсе, соны жаз. Ойға не келеді? Нағыз құрбы деген мінезін ашар, бірақ сенің мінезіңнің одан да өткенін біле тұра, сені жақсы көретін адам. Қошемет. Қошемет емес, керемет. Ақым. Ал, жарайт қыздар. Сторизге кіретін уақыт болды. Бәріне сәлем. Сәлем. Біз салонда отырмыз. Қыздар, сәлем деңдер. Сәлем. Күшті болды. Мәссаған кетуіміз керек. Бүгін шаруа көп. Таңғы аспен кофені суретке түсіріп алу керек. Дұрыс айтасың. Жол жөнекей шоурумға барып... Абайлаңыз. Түрлі суретке түсу керек. Иә, ал бүгінгі ең маңызды оқиға Айдын офишалы. Бүгін ғаламтордағы досының саны 1 миллионға жетті. Вау! Бірақ Бомбито Маримге жете алмайды, әрине. Бомбито Мариями? Иә, сен айтам. Менің 2 миллион досым бар! Керемет. Қыздар, бүгін Айдын мен кездесем ма? Шындарыңды айтыңдаршы, түрім қандай? Иә, дұрыс. Дұрыс емес, керемет. Дайынсыңдар ма? Бауырым, ішіндегі тәуірім, кім келген қара? Бұл Бомбито Мариями ғой. Дәл өзі. Болды, келе жатыр. Бет әлпетін дұрыс па, қыздар? Болды, кеттім. Сәле! Сәлеметсіз бе? Сондай көрікті қыз екенсіз. Сізбен баяғыдан бері таныссам деп ойлап жүредім. Сіздің ғаламторда жазғандарыңызды оқып тұрам. Бәрі де мәнді, мағыналы сөздер. Керемет. Сондай сұлу екенсіз. Екеуміз кофе ішуге мейрамханаға барсақ қалай қарайсыз? Болмаса үйіме барып шай ішейік. Келсесіз бе? Болады. Рас па? Нөмірлерімізбен алмасайық. Қанды Мэри коктейлін жасаңызшы. О, тоба.
Табиғат ана жаңылысқан екен. Тіпті өте қатты жаңылысты деуге болады. Түсінбедім. Бикешпен қалай сөйлесесің? Мына құбыжықты көрдің бе? Жап аузыңда. Тансайық. Кетшей. Сусыңнан қойшы. Оппа! Басталды! Қане! Тамаша! Жарыс басталды! Керемет! Ал! Қане? Мәссаған! Оппа! Айғалай билейді! Бұралып билейтін қыздарды ұнатам. Оппа! Қане! Керемет! Мәссаған! Керемет! Мен оны сүріндірдім. Одан астам. Мен жеңдім. Орныңды біл. Қарай көресің. Айтпа дейм. Жарайды ондай болса, кеттім үйге, кеш болды. Бірақ үйде бәрібір ешкім жоқ. Мен шығарып салайын. Жарайды, Кеттік. кеттік. Ал жақсы жігіттер, кеш аяқталды, үйге Салғандар қайтамыз. көріскенше. Қуанта алмайым. Қолды кесуге тура келеді. Өтінем. Қайдағы бір жан әлдің? Менен Бамбита Мариамеден жігітті алып кете алмайды. Ғаламтордағы 2 миллион адам менімен бекер дос дейме? Жібер. Сабыр. Бұлай. Алло, науқас сандырақтап жатыр. Алло, ет қызуымен. Ой. Терең, тыныс алыңыз, өтінем. Бұл кім? Басеке, Жаңадан келген. не істейміз? Біреумен сөйлесіп жатыр. Шықпалы ғой дейм. Көзіме қос көрде бастады, Басеке. Жанел, көрерсің менен. Ой. Байқамай қалдым. Ай. Ондай болады. Ой. Не деген керемет, қарашы. Мұның не? Енді Әдей істеп отырғандайсың. жоқ, рас айтам. Шынымды айтсам, бұрын соңды мұндай болған жоқ. Маған не болды? Қойдыра алмай жатырмын. Жетер енді, мына істен құтыла алмай қойдым, түсінесің бе? Ұрысып жатырмын ғой. Жоқ, тоқта. Тоқта! Айдын, мұндай жағдай бірінші рет болып жатыр. Төрлет.
Менің үйім осы. Еркін жүре бер. Үйің жақсы екен. Сіңе талап жағылып қалды. Білесің бе, қызық екен. Қолың сынған екен десем. Шығып кетіпті. Қайта орнына салып еді, жазылып кетті. Дәрігерлеріміз нашар дейді. Әзіл ғой, әзіл. Қорқпа. Жайғасып отыр. Ыстық шығар, иә? Сонымен қандай кино көреміз? Қалағаныңды қосайын. Саған ұнайтыны қайсысы? Ал, қос. Қостым. Мына кино қызық екен ғой, білмеппін. Тұра тұрш, қазір ең қызық жері болады. Енді... Саған бір сырымды айтайын. Шындықты айтайын. Мен белгілі адаммын. Және сен де. Мен сымбаттымын. Сен де. Мен ақылдымын, сенімдімін. Мен де... Сондықтан екеуміз бір-бірімізге жарасамыз. Сенің ақшаң бар, маған ұнайтын қасиеттердің бәрі бар. Сені сүюге рұқсат етесің бе? Тағы көзіме шөп салдың ба? Бұл кім? Бұл менің әйелім. Сен не, үйленген бе едің? Әйелі барын білмеп пе едің сен? Оны жұрттың бәрі біледі ғой. Сен әке шешеңе Астанаға барам дебің ғой. Ешқайда барған жоқпын. Сені тексерейін дедім. 7 рет көзіме шөп салдың. 8-шісін кешірмеймін. Ұқтың ба? Саған опасыздық жасаған жоқпын, Не жан. дегің кеп тұр? Рас айтам, мен алдаған жоқпын. Солай ма? Бұл- Мынау ше? Ай. Бұл фотошоп, жаным. Фотошоп па? Я. Жабаусыңды. Ал сен оңбаған. Бүгін өлесің. Жоқ. Қазір саған. Сен өлтірем оңбаған. Өлтірем. Сәлем. Қайда жүрсің? Сені оңаша қалдырсам болды, басың бәлеге қалады. Одан да қаламсапты алып бер. Қаламсап алып бер дейді. Сенің жаныңды шығарам. Не істеп жатырсың? Бісміллә. Сенсің бе қыз? Қашан үйленесің? Ай, әже, қойшы. Ғой қыз. Қалып қаласың қыз-ау. Естіп тұрсың ба? Айттың не, айтпадың не? Ештеме түсінбейді. Эй, тамақ қайда? Саған тамақтасуға міндетті емеспін. Өзгеріп кетіпсің. Қайда асықтың? Не болды? Мен білмейм. Күнді қараш, неткен керемет. Тура ұлы іс жасайтын күн. Дубай ма? Дубай!
Tarek, А? excuse me. How can I help you? Кешіріңіз, сізді түсінбедім. Ничего страшного. Мы на русском тоже говорим. Ал сіз қазақша сөйлей аласыз ба? К сожалению, нет. Қазір бәрін жөндейміз. Сонымен, қай номерді аласыз? Маған ең қымбат номерді беріңізші. Иә. Бар екен. Бағасы $15,000. Қанша? Оларда не? Құбырдан зәм-зәм судың өзі аға ма? Жарайт, қазір. Міне, әзірше $100,000. Ля. Міне, сәттілік. Рахмет. Бассейн қайда? Ке жүресіз, пальма көресіз. Пальмадан кейін солға. Арка көресіз. Аркадан кейін оңға. Сол жерде берсең. Кеттік, өзіміз табамыз. Сау болыңыз. السلام عليكم أختي بدي الفطور بالغرفة لأني مستعجل اليوم Кешіріңіз. بدي الفطور بالغرفة breakfast I need it to the room Не деп тұрсыз? breakfast to the room Мен сізді түсінбей жатырмын. завтрак в номер хочу Түсінбей жатырмын. how you don't understand خلاص no need Мәссаған, тура жұмақ қой. Иә. Алло? Бұл мен. Менің бір шаруам бар, жалғызсырама. Жағажайда серуендейміз бе десем? Брэд Питтпен бе, басқа біреумен бе серуендеп қайт. Қалаған адамыңмен. Қаласаң Конор Макгрегормен қыдыр. Олар мен емес, сені мен серуендегім келеді. Жарайт, менің бір шартым бар. Бірақ бұл жігітпен кездесу емес. Hallo? Nee, du kommst heute nicht. Ich warte jetzt schon eine Stunde auf dich. Du denkst auch, du kannst einfach bei mir entschuldigen und dann ist alles in Ordnung? Ich habe deine Lügen echt satt. Es reicht. Es wird keine Hochzeit mehr geben, natürlich. Nein, es wird keine Hochzeit. Немісше түсінгім О, не келеді. дегенің не деп ойладың? Ха, тойды ойлаған жоқпын. Мүлдем. Тағы қайталайым. Той дегенді ұмыт. Тұрмысқа шықпаймын. Мінезіңнен әбден мез болдым. Иә, мен бәрін түсінем. Жарайды, енді ұрыспайықшы. Өтінем. Мен де сені сүйем. Бетіңнен сүйдім. Сәлем. О, келдің бе? Жарайсың, көмегің тиді. Тездетіп жағажайға барайық. Кездесудей болмасын деп едім ғой. Қайдағы кездесу? Жай тамақтанайын деп едім. Жалғыз отырғым келмеді. Сенімен бірге отырғым келді. Бос уақытыңда немен айналысасың? Білесің бе, менің бос уақытым жоқ. Сонда маған көмектеспегенде не істейсің? Мен адамдарды оқыс жағдайдан құтқарам, жұмысым сол. Жол көлігі оқиғасын болдырмайсың ба? Мен тергеуде отырмын ба? Мен тергеп қайтем. Сен туралы білейін деп едім. Серуендеп қайтсақ қайтеді? Жағажайда бірінші рет жігітпен қыдырып жүрмін. Мен жігіт емес, періштемін. Рахмет саған. Не үшін? Білесің бе, бұрын маған әкемнен басқа ешкім көмектеспейтін. Ол кісі бақилық болды.
Қазір де көмектесіп жатыр. Қанша уақыттан бері керексіз адамдай жүрген едім. Сен сондай мейірімдісің. Маған көп нәрсе үйреттің. Мен сезімімді суреттей алмаймын. Екеуміз бірге бола алмайтынымызды білем. Тек қазір оның маңызы шамалы. Жанымда болғаныңа шүкір. Саған мен айтайын дегенім... Сен маған сезіміңді білдірейін деп пе едің? Жоқ. Яғни... Жоқ, рахмет. Look, please. Look, you're beautiful. That's why I will pray for you. Дені дұрыс кәдесі жоқ қой. Only 10 dirhams. Түкке тұрғысыз заттар. Only 10 dirhams for you. Жоқ, мен бұрын аңқау болатынмын. Ал қазір өзгердім. Рахмет. Пожалуйста. Sorry. Сонымен біз не деп едік? Қаламсабың қайда? Қайдағы қаламсап? Мен! Тоқта! Тоқта! Қаламсабымды қайтар! Ей! Мен! Тоқта! Қайтар қаламсапты! Шын мәнінде не қалайтынымды түсіндім. Ілгерілеу байқалады. Менің шынымен ғашық болғым келеді. Қаламың бар ғой, алда жаз. Кешір, кетуім керек. Қайда кеттің? Шұғыл шақырып жатыр. Тілегіңді абайлап жаз. Бұл жолы саған көмектесе алмаймын. Жарай ма? Бірақ... Мен сені жақсы көрем. Қаламсабым қайда? Маған қалам керек. Мен сені жақсы көрем. Мұндай қалам емес, басқа қаламсап керек. Мен сені жақсы көрем. Анау қаламсап керек. Мен сені жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем дедім ғой. Я, түсіндім, алаңдатпаш. Бұл қаламсап грамматикалық қатені кешірмейді. Демек, тілекті қатемен жазсаң, арманың орындалмай қалады. Осыны ұмытпа. Қайнеки, балалар, бәріміз жиналамыз, далаға шығамыз. Асықпаңдар. Кеттік. Бауырым, балабақшаны көрдің бе? Бастығының есімі Абу. Ол бізге ақша қарыз. Сен барып, онымен сөйлесіп келі. Жарай ма? Ұқтым. Шынымен ұқтың ба? Иә, ұқтым. Ағатай, көмектесіңізші. Үйге қойтқым келеді. Қалқам. Саған біреу тиісіп жүрме?
Жоқ, аға, үйге қайтқым келет деген сөз қалай жазылады, айтыңызшы. Қазір мына жерде Ө әрпінің орнына Е әрпін жазасың. Бауырым, қайтқым келет деген сөзде... Қойш, қаламсап берші. Қазір. Міне қара, мына сөзде де ой емес. А әрпін жазасың, мінекей. Енді дұрыс болды. Ұстаңыз. Рахмет, ағатай. Жақсы. Бастығының есімі кім дедің? Қойш соны. Ұста, кейінірек келерміз. Уақыт берейік. Кеттік. Сенің есімің кім? Айдын, Өзің жақсы бала екенсің. Қыздарды ренжітпеймін деп уәде берші. уәде берем. Жақсы. Оны жек көрем. Мені сағындың ба? Менің сені түсінгім келеді. Қаламсаптағы сия таусылуға айналды. Бір тілекке жетеді. Ал егерде сия таусылса, періште ғайып болады. Оралмайды. Білесіз бе, өмірдің талай белесін бағындырып, жеке өмірінде жетістікке жете алмаған адам бақытсыз емес пе? Солай емес пе? Әлде бақыт деген ол қол ұстасып, бірге жүріп, көлігінің қандай екенін ойламау ма? Бақыт деген бәрінен ең қымбат шынайы сезім. Бақыт ақшаға сатып алынбайды. Ол күтпеген жерден келеді. Мен үшін бақыт деген сүю және сүйікті болу. Бірақ маған ондай бақыт бұйырмаған шығар. Сиқырлы қаламмен неге жазбай отырсың? Сиясы таусылуға айналды. Мен жай ойымды жинақтап жатырмын. Сені сағынып кеттім. Неге жоқ боп кеттің? Мен періштемін ғой. Шаруам бастан асып жатыр. Я бір ғана тілекке жетеді. Содан соң қоштасуымыз керек. Ал қоштасқым келмесе ше? Түсінші. Мен бұл дүниеде жоқ адамның кейпінде жүрмін. Мен көрінбеймін. Түсінесің бе? Қоштасуға тура келеді. Мен сені еш қайда жібергім келмейді. Білесің бе, сенің қасыңда жаным жай табады. Көңілім көтеріледі. Сондай қызықты. Менің кетуім керек. Соңғы тілегіңді жаз. Еш нәрсе қаламасам ше? Демек, оянатын кез келді. 1, 2, 3. Сонау жерден мүңкіп тұр. Жастар не боп кеткен? Түнімен қыдырады, түнімен ішеді. Қыз балаға жараспайды ғой ол. Соны айтам. Ей, көзіңе қара! Ей, жігіт! Тоқта! Өй, бұның не сенің? Сені құтқарып жатырмын. Рас па? Онда рахмет. Менің есімім Мариям. Мен Арманмын. Таныс болайық.
Балмұздақ жейсіз бе? А? Мен балмұздақты ұнатам. Иә, жейм. Менде тілегенімнің бәрі бар. Рахмет, әке. Бірге тұратынымызға сондай қуаныштымын. Сендей сұлу қыз Тараздың қарапайым жігітіне қалай қарады екен? Қарапайым жігіт емес. Мен ғашық болған жігітсің. Сен сондай сұлусың. Ой, қойыңдар. Ұят емес пе? Жүріңдер тез, асығып тұрмыз. Әжеңнің бізбен бірге тұратынына ризамын. Тойға дайындалу керек еш жоқ. Келетін адамдардың списігін дайындау керек. Ресторан табу керек. Жарайды, тамада бала бар. Менің танысым. Жүріңдер тез. Түсе беріңдер, мен қуып жетем. Қоштасы оңай емес, білем, бар бос. Сені бостандыққа жіберейін. Арманыңа жет, еркін жүр. Сені сағынышпен еске алам. Бақытыңды таба ғой, бар бос.